Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі сабағымызда мынандай қазақша тақияны дайын салынған, енді пісіру кезеңін үйреніп жатырмыз. Бұны пісірген кезде ою бәрі жапсырылған. Бұны әбден пісіру үшін жаңа қолымызбен бірінші әбден былай уқалаймыз. Әбден осылай кішірейтіннен кейін мынандай қалыпқа кигіземіз. Кигізгенде бір шетінен басап, осылай кигізіп аламыз. Кигізіп алғаннан кейін осылай ұрып, жақсылап формаға келтіреміз. Формаға келтіріп атқан кезіміз. Осылай жақсылап формаға келтіріп алғаннан кейін оны қолымызбен төбесінен әбден ұрып, шетінің бәрін түзеп, ары қарай қатайтып пісіреміз. Мынандай ағаш балғамен бұны ақырындап ұрып дайындайды. Енді мына жерде байпақ дайындап жатырмыз, кішкентай бөпелерге арналған. Бұны әбден дайындап пісіргеннен кейін мынандай қалыпқа кигізді, әбден уқалап пісіреді. Және де ағаш балғамен одан да ары қатайтуымызға болады. Тағаны мысалы балаларды ұрып қатайтып әбден пісіп шығады. Формаға салып, шет-шетінің бәрін жақсылап отырып сабынмен әбден пісіреді. Ішінде қалыппен нарты түзеп отырып, ағаш балғамен өкшесін жақсылап келтіреді, басын дұрыстап келтіру керек, осылай